армысыздар? Ызғарды жылыға, қараны жарыққа, кесірді киеге теңейтін жылдың ең жарқын мерекесі Наурыз құт береке әкелсін жамағат. Бүгінгі қош келдіңіз бағдарламасының кейіпкері Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген артист Салиха Қожақова. О, айналайын, келіңдер, қош келдіңдер. Не қылып отырсыз мұнда? Сізге не керек? Жұрт сізден қорқып отыр. Неменеге жылап жатырсыңдар? Қадишаның күйеуінен қара қағаз келді. Салиха апай, Наурыз құтты болсын. Біз мұсылман халқының бір сүйіп, күтіп қарсы алатын мерекесі ғой. Өзіңіз Наурыз мерекесін отбасыңызбен қалай қарсы аласыз? Рахмет айым. Өздерімді де құттықтаймын. Енді Наурыз мейрамы көктем. Өзім жақсы көремін, осы көктемде ағаштың бүрленіп, гүлдердің бүршік жарып келе жатқан енді. Наурыз мейрамын әрқашанда балаларменен, немерелеріммен, шөберелеріммен жинап, бәріміз бір шүйіркелесіп тамақ ішіп, бір қуанып атамыз. Ол бір қуаныш қой, үлкен бір қуаныш, иә. Басымыз аман болсын, келесі жылы Құдай басымыз қосылуға жазсын деп жатады қазақ. Сол сияқты былтыр да сөйткенбіз, енді биыл да Құдайға тауба, мінекей бала шағамыз, шөбереміз, шөбере сүйіп жатырмыз, мінекей. Бәріміз бірігіп бір дастарханда тамақ ішкіміз келеді. Қазақтың бір ұлттық тамағы ғой. Нанжар көп дейді. Біз ауылда нанжар көп дейміз, бұл жерде салма дейді екен. Өзімнің бір жасайтын бір сүйкімді тамағым енді осы. Отбасылық тамақтарымыз. Отбасында бірігіп, өзіміз бір шүйіркелесіп, бала шағамызбен бір жиналған кезде осы тамақты жасаймыз. Менің қолымнан не келсін? Мен де мына сендер сияқты кебенек киген көп қатынның бірі едім. Өзім сұранып жүріп кейін Назирадыдікке ауыстым. Істе дегенді істедім, айт дегенді айттым, не істеуім керек? Халық жау болып түстің бе қамбаға, түстің бе тұтқының аты тұтқын. Байға тиіп, бала сүйіп бағыма ашылама деп едім. Одан да мақұрым қалдым. Құдай-ау тепкіден жатырым жарылған дейді. Енді міне, кәрілердің үйінен бірақ шықтым. Салиха апай, енді сіз отбасыңызбен бізді таныстырып өтсеңіз. Наурызда өзіміз мінекей, осы бас қосып, немере шөберемен отырып, бір шай ішіп, бір тамақ ішіп, шүйіркелескеннің өзі бір ғанибет. Төрде отырған балам Шыңғыс, ортаншы балам, үлкен балам Атырауда қызмет істейді. Шыңғыс деп мінекей. Шыңғыс Айтматовтың атымен қойған Шыңғыс деген балам, ортаншы балам. Шыңғыстың қасында отырған Нарлан деген балам. Әкесі қойған Нарлан қоя мен жетеді. Олардың аттарын өздері біреу жеребімен түсті, біреуін Шыңғыс Айтматовтың әлгі спектакльді ойнаған. Содан біздің атақты әртістер қойып кеткен ырым қып. Енді Нарланды өзім қоям деп әкесі қойған Нарлан. Мына балам мінекей, бұл менің күйеу балам деп айтады. Қазақ өз балам ғой, енді бұл күйеу бала деп айтуға болмайды. Балам, күйеу балам. Немерем мына Бота деген, Ботагөз, өзім қойған Ботагөз деп. Сол Ботагөздің жолдасы Самат аты. Немерем Ботагөз болса, мына шөберем мінекей Алан деген жігіт мінекей. Алан дейді, Алашка дейді, өйкөнім. Енді Дария. Жоқ ардақ, жоқ, үш айдан асты, қапта жоқ, қапарында жоқ. Қой жалама, өй жылаған несі ана баланың көзінше. Қой жарайды, соғыстың аты соғыс. Мүмкін бір себептермен қатты замай жатырсыз. Кешір ардақ. Әкем сағыздамай қалып қалады. Жақсы енді, көп атып қалды, жолын басын барады. Өзіңіз көп жыл мынау Әуезов театрында қызмет етіп келе жатырсыз. Қазір қандай қойылымдар болып жатыр? Сіздің қатысуыңызбен? Қойылымдар қойылып жатыр. Құдайға тауба, әйтеу бір жылда бір-екі рөл, жаңа рөлдер ойнап жүрміз. Бекер жүргеніміз жоқ. Аузымыз бар, аяғымыз істеп тұр, аузымыз сөйлеп тұр, жүрегіміз қағып тұр. Тауба, беттегі сызық бекер түскен жоқ. Терімізді төгіп, мінекей 50 жыл болып қалды жұмыс істегеніме. Тауба, еңбегіміз жанып жатыр. Жастар болса үлкен-үлкендей, кіші-кішідей апа деп сыйлап тұрады. Әлгі сый құрметті алма дейді ғой Құдай. Алла тағала тауба деймін, сол қасиетті қара шаңырақтың астында қызмет істегеніме мыңда бір тауба деймін. Сізден жақын кіміміз бар?
туыспыз ғой. Алыстан бастаса қатау. Одан бергісі ілік, іліктен барыс, барыстан табыс, табыстан жатыс, жатыстан кейін шығысы тағы бар, соңғы атамыздың өзі. Көмектес қой. Ес болған атаң да сол еңбек сіңіп сол жерде қан төгіп, терін төгіп, сөйтіп жүрекпенен жұмыс істеп ерте кетті өмірден. Енді қалған жұмысты Сәлиқа істесін, Сәлиқа бақсын, балаларды өсірсін, ер жетсін, шаңырақ құрғызсын деп тастап кеткен. Сол Есболғанның тапсырмасын орындап жатырмыз. Өкінішке орай жарынан айырылған жандар жоқ емес бар. Оның жүрекке өшпес сызат түсіретіні белгілі. Сізбен тағдырластарға ғибадат болсын. Айтып кетейік, бұл ауыр қайғыдан, қасіреттен өзіңізді өзіңіз қалай алып шықтыңыз? Ары қарай күш-жігерді қайдан алдыңыз? Дұрыс айтасың, қызым. Енді бұлдай зат әркімнің басынан өтеді ғой, жалғызымен емес. Соғыста да жесір қалған. Енді маған қайрат берген, күш берген, өнеге берген менің шешем. Шешем жастай жесір қалды. Әкем соғысқа кетті. Мен тілім шықпай қалыпты. Сонда 5 баланы қалай асырады? Соғыс кезінде, енді қазір соғыс емес қой, тауға. Сол кезде шешем жұмыс істеп, арбайдап, шөп тасып, 5 баланы аузына тістеп бақты ғой. Мен сол шешемнің өжеттігіне, шешемнің қайраттылығына, күштілігіне, сабырлығына сол маған сабақ болды. Сәлиқа сабырлы бол, қайратты бол, кімнің басынан не өтпейді. Балаларым қайта ересек болып, кішкене ересек болып қалды. Балалар туа сапта жесір қалып жатыр адамдар. Тауба деймін. Қайратты болсаң да боласың, болмасаң да боласың. Ана болғаннан кейін. Ол баланы асырау, баланы тәрбиелеу, ол менің міндетім. Ол ешкімге міндет емес. Тудың ба? Бақ. Міне балаларым көзімде отыр. Тауба. Ешқайсысы мама маған анан әпер, мама маған мынан әпер деп мойныма мініп отырған жоқ бұлар. Өздері самостоятельный болды осы. Өз бетіменен жақсы оқыды мектепті айналайындар. Рахмет. Әкесінің енді жасын бермесін, басын берсін. Есболғаның ақылдылығын берсін. Балаларыма тауба дейін. Ең ананың бақыттылығы сол емес па, қызым? Енді міне тірідегі масқара. Не айтып отырсың? Бұл не сөз? Айналып кетейін, Раушан. Әлі де кеш емес. Ақылың көреді ғой, бас тарт жұмысты. Көз ашық біреу табылмас деймісің? Әркім өзінің жаңағы табиғатына сай затты жасайды ғой. Сол сияқты сіздің де қалыптастырған балаларыңызға әдет қылып енгізген дәстүр бар ма? Балалардың туған күні болсын, мына мейрамдар осы Наурыз мейрамы болсын, немесе мына Есболғанның туған күндері болады, қайтыс болған күндері болады. Енді әр уақытта есін алып, осы балалар жиналып, шақырмасам да, кел демесем де дастархан жайып қоям. Соның өзінде балалар өздері ойлап, келіп, папамның бүгін туған күні еді, папам бүгін қайтыс болған күні еді, немесе мамамның туған күні еді деп, мінекей, бұлар әбден біліп алған. Балалар келетін шығар деймін де етті салып қоям, дастарханды жасап қоям, мінекей. Сонымен мына немерелерім бар, бәрі келеді, мама деп. Екеуінің бір-бірінен тұрай. Әке көрген оқ жонар дейді ғой. Әкеңіздің қай қасиетін бағалап есіңізге жиі алып отырасыз? Әкеміз енді біраз жыл болды қайтыс болғанына, бірақ өзіміз сағынамыз. Айта берсе көп қой, әңгімелер де көп. Бірақ енді ең осы қасиеттерді осы қасиеттер мына адам әкем ешқашан алдамайтын. Кішкентай балаларға өзі үлкен адам сияқты шындықпен сөйлейтін. Сол шындығы бізге өзі, бізге былай қарасаң, көп тәрбие де берген де жоқ, шыны керек. Ол өзі еңбегі, сол бізге тәрбие болды, шыны керек. Қазір ойласақ, күнімен түнімен жұмыс істеп, қазір жасы
мен өзім сол жасқа да келіп қалдым, өзі 44-темін қазір. Бірақ сол кезде көп еңбек етті. Қазір мына киноларын қарасақ, киноларда, спектакльдерде қарасақ, біраз еңбек етті. Сол ойлам осы мына кішкентай өзі өмір қысқа болса да, қанша еңбек етті жасап кетті деп ойлаймын. Сол еңбек бізге сол тәрбие болып отыр. Шығыс фальсафасында былай айтады екен, баланы тәрбиелегенде сөзбен емес, іспен тәрбиеле деп, яғни үлгі болып дейді. Ал енді міне қазір өзіңіз әкесіз, атасыз, бала тәрбиесінде сіз ата-анаңыздың қай тәрбиесін алып тәжірибеңізде қолданасыз? Қазір шыны керек, қазір мен балаларға көп уақытта бөлем. Балаларымды кіші қызым Дария, ол фортепианоға, үлкен қызым Ботагөз, қазір тұрмысқа шыққан, өзі айтып отырмын ғой, көп көңіл бөлеміз, семьяға деген сияқты. Ол кезде совет уақытында адам, ер азамат па, сол кісілер көп еңбек етеді, семьяға өзі уақытта болмайтын, шыны керек. Актриса үшін менің ойымша әр сомдаған рөлі өзіне ыстық. Дегенмен сізге ерекше ұнайтын, ерекше есіңізде қалған қай бейне? Жас кезде көп рөлді ойнадық қой. Қара көзді, баянды, содан кейін анау Ақтоқтын ойнадым деп айта алмаймын. Бірінші пландағы рөл болады, екінші пландағы рөл болады. Сол екінші пландағы рөлдің бәрін ойнадым деп айта аламын. Мысалы, Абайдағы Мағышым, жаңағы Қобыландыдағы Қарлығаш, қандай рөлдер. Содан кейін жаңағы Майрадағы спектакліндегі Айбарша, Түнгі сарындағы Мөржан. Сондай мынау недегі Ажар мен Ажалда Рабиға деген қыз бар, бой жеткен қыз. Сондай рөлдерім есімде түседі. Кейін енді кішкене ересек тартып, есіміз кіріп кішкене еткенен кейін Ана жер анадағы Алиманды ойнадым. Сол рөл менің жаныма жақын келеді, жаңағы әлгі жесір қалған әйел, жастай жесір қалған. Соны енді ес болған онша ұнатпады, ойнамай-ақ қойсаршы деп. Оны мен түсінбедім, кейін түсініп жатырмын, неғып ойнама деп айтқан. Бірақ енді жаныма жақын сол Ана жер анадағы Алиман. Әлі күнге дейін есімнен кетпейді. Міне жасымыз, мен де келіп қалдым 70-ке. Өзім сияқты бір салиқалы бір рөл келсе деп ойлаймын. Сол ойымнан шығып бір үлкен дүние жасасам деп ойлаймын. Әлі де үмітіміз бар. Мынау өмір театр деген сөзге келсесіз ба? Өмір театр. Өмір театр жаны. Біз, мысалы, өмір театр біздің мына шағын бір мемлекет дейді. Мысалы, семья, бір шағын мемлекет. Театр деген ұрышында да солай ғой. Біз, мысалы, бір жерге моншаға барамыз, бір жерге бір базарға барамыз, сонда қарап жүресің әлгі. Қайдан аласың сен ана бір қара нені? Образды қайдан аласың, рөл ойнағанда. Сонда қарап отырып, мынандай жиналамыз әйелдер, мысалы, құрман айттық болады, ораз айттық болады. Сондай кезде, ойпырмай мынау қарап отырып, мынау өз
тура менің рөліме келеді екен ау деп өзің ойланып қаласың. Немесе шіркін-ай мынандай осындай мен осын салар едім деп ойлайсың. Біз сондайдан іздейміз қызым. Көпшілік жерде жүру керек. Өмірдің өзі театр. Айналайын, ана мазарыңа шөп саласың. Ама тезірек айналайын. Ана кішкентайыңа мұқият болың қарнашты. Сізге мұнда бір алғыс, ғұмырыңыз ұзақ болсын, алдыңызда көптеген керемет рөлдер күтіп тұрсын. Сендерге рахмет. Сендер де жұмыста табысты болыңдар. Барлығына мен Наурыз мейрамы құтты болсын деп айтамын. Дендері сау болсын, аспанымыз ашық болсын, жұртқа тыныштық болсын. Ас адамның арқауы деп білетін халқымыз ас мәзіріне қашанда аса көңіл бөлген. Ендеше өнерпаз бол санатты айдарымыздан ұлттық тағамымыз ши бауырсақ пен жентті қалай дайындалатынына көңіл бөлейік. Наурыз қазақтың шын мағынасындағы ұлт мейрамы. Бұл мерекеге халқымыз ерекше көңіл бөліп, қуанышпен қарсы алады. Салтанаттық дастарханға да әр отанасы ден қойып, дәмді де нәрлі тағам жасауға тырысады. Бұл мейрамда Наурыз көжемен қатар тұратын ұлттық тағамдардың бірі жент және ши бауырсақ. Бұл дәмді тағамдардың жасалуы тез әрі оңай. Зураш Мұхтарқызы, қызметі Алматы қалалық студенттік емханада медбике, отбасы, Еркен атты ұл, Мөлдір атты қыздың анасы, сүйікті ісі, тағам дайындау, ән айту, өмірлік ұстанымы, қиыншылыққа мойымай, көңілді жүру. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздерді бүгінгі Наурыз мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Қазір біз қазақтың ұлттық тамағы жент жасаймыз. Ол үшін бізге 1,5 килограмм бидайдың талқаны, 1 стакан қант және сары май керек. Қазір біз арнайы бір ыдысты алып, талқанын жартысын саламыз. Талқанды салдық. Келесі кезекте енді қант саламыз. Енді жақсылап талқан мен қантты араластырамыз. Енді майды алып, ақыры бай отқа қыздырамыз. Талқан мен жаңа қантты екеуін жақсылап араластырамыз. Негізі жентті жылқы майымен де жасайды, ішкі майын қорытып алып. Ол өте адамға пайдалы. Біз сары майды жақсылап тірбертіп алып, оны жақсылап құйып араластырып жатырмыз. Бұл да өте жақсы шайға. Бұл жентті негізі ұмытпай, әрқашанда істеп тұру керек. Жалғыз ғана Наурызда емес, адамға нәр береді, емдік қасиеті бар. Асқазанға бәріне жақсы. Дайын болған жентке мейіз де қосуға болады. Ол әдемі көрінеді, былай сәнді болып әдемі көрінеді. Оңай әрі дәмді. Енді мына жентіміз де дайын болды. Бұны қатыру үшін тоңазысқа барып салып қоямыз. Жентіміз қатқанша мен сіздерге ши бауырсақтың қалай істейтінін көрсетейін. Ең алдымен біз 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Егер қонағымыз көп болса, жұмыртқаны тағы қосамыз. Енді осы жұмыртқаға ұн сеуіп илейміз. Қамырымыздың иі қану үшін 1-2 сағат бұқтыртып қоямыз. Ал енді қамырымыз да дайын болып қалды. Енді ақырындап бөлеміз. Қамыр жабыспау үшін тақтайға сұйық май жағып қоямыз. Енді қамырды алып созамыз. Ши бауырсақ дайын болғаннан кейін үстіне бал құйып араластырады. Мен қантты қайнатып, қант ағарған уақытта жаңағы ши бауырсақты үстіне құйып бәрден араластырамын. Ши бауырсағымыз әдемі болып көріну үшін бағыттан оңды-соңды жасаймыз.
бәрін турап бітірдік. Енді осыны қайнап атқан ыстық майға жақсылап тұрып қуырып аламыз. Ас дәмді болу үшін тағамды көңіл күймен істеу керек. Ал мен өлең айтқан жақсы көрем. Құлағыңа салғаның күндір сырға күндірілетіп шығасың ау, күнде қырға дедім ай. Алма ағаштың гүліндей ау, текеметтің үтіріндей ай. Жастық дәурен өтіп жатыр, сіз бені бізге білінбей ай. Біздің ауыл қарасу, бойында отыр өзіңі көрген баяғау, жерінде отыр дедім ай. Алма ағаштың гүліндей ау, текеметтің үтіріндей ай. Өтіп дәурені бара жатыр, сіз бені бізге білінбей ай. Мына жерде ыдыста су мен қант қайнап жатыр. Қазір шибауырсақ піскеннен кейін соның үстіне құйып араластырамыз. Дайын болған шибауырсақтың үстінен қант пен судың екіншісін құямыз. Астарыңыз дәмді, дастархандарыңыз сәнді болсын. Ұлыс бақытты болсын, ақмол болсын, қайда барсан жол болсын деген тілекпен мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.